Сәлеметсіздер ме? Мен Сәулет мектеп лицейінің 7 сынып оқушысы Бекетова Әлішер. Оқитын өлеңім Ғафу Қайырбековтың «Қызғалдақ» өлеңі. Неге жас қызғалдақ, қыста көктеп тұрсын сен, қараймында қабам ғажап, әттен сырын түсінсем, тек дыбыссыз тербелесің тереземнің алдында. Әлде бар қыз қоңырауына жазда түсіп қалдың ба? Сыртта суық күзді күні еленетпей тұрсын сен. Жансың ба әлде сен бір тірі? Айтшы маған, кімсің сен? Қандай саусақ ұстап сені қадады екен сол жерге? Кімді күтіп қарсақ кімді? Қашан, қай кез келгенде? Кімге тарту қылды екен? Қай қара көзім мөлдіреп, гүліңді үрлеп тұрды екен? Қандай ерін үлбіреп? Кімнің тозбас үміттісің? Осыншама көрікті, маған ғажап бұл бітсін. Өн бойымды ерітті, аязда елен қылмайтұғын, неткен еркін, еркесін. Әлде өзімнің солмайтұғын, қызғалдағым ба екенсің? О қызғалдақ, айтшы онда, көтерші бір еңсемді,